Biz bismillah деп 5-ci qavatqa çıkıp geldik. Bir bölme satılады. 1.950.000 сом. Түші беру жолу бар. Отопление бар. Жатақхана бұл өзі. Білесіздер, ә? Осы шары. ХБК-ны барыңыздар білесіздер. 22Б таректі. Машина қойғынға жай екенен. Мектеп жақын. Балабақша жақын. 122 конечныйдан кіріп келсеңіздер болады. Кожный больницаны ориентир, дәулет больницаны ориентир алсаңыздар болады. Анан бұл жерде жашаған ағайыны қошынулар соның тазаттыққан жешеді екен, мынакей, қараңыздар. Бұл жағы болса жуынып таранушы бөлме. Ыстық суымызда ақсу бар екен, аристон қойылып тұр мынакей. Бұл жағы жатқана, бұл жағы болса ашқана болып қалады екен. Плитаны қоясыз, су бар. Демек бөлішіп қойыңыздар, аламын деген ағайын достарға. Bir bölmeli жатақхана. Bir bölmeli жатақхананың дарегіне тоқтала тұрған болсақ, біз Ош шаарындабыз. ХБК-ны барыңыздар білесіздер. Мына өзі Ошта бір эле гармошка дом бар. ХБК-да Салиевада. Мына гармошка. 122 конечныйдан кіріп келесіз. Мына дәулет баняны эле капталы ХБК-дагы. Мектеп, балабақша, маршруттан барын ыңгайлуу. 122-ни айттым. Кожный больница, Юр колледждин жаны болуп калат. Бул жатақхана ортоңку подъезд 5-кабат. Комуга рахмат деш керек. Таза тыккан жатақхананын сонун карап тур. Ушундай биздиктүү болсо болот.